Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге осындай өте үлпілдек, жұмсақ әрі дәмді кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Жасау жолы өте оңай, артық заттарды қажет етпейді. Бар болғаны 4-ақ ингредиенттен тұрады. Ендеше іске кірсек, алдымен бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстіне осындай бір кесе қант саламыз. Бұл рецепттің бір тиімді жағы барлық заттарды өлшеп, кесемен ғана өлшейтін боламыз. Артық өлшеуіштің, таразының қажеті жоқ. Және де миксерсіз осындай венчиктің немесе шанышқының көмегімен жасауға болады. Келесі үстіне кез келген температурадағы сүтті қосып араластырамыз. Содан соң тағы да осындай бір кесе сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Келесі алдын ала електен өткізілген ұннан 2 кесе саламыз. 2-ге бөліп салсаңыздар өте жақсы араласады. Ешқандай түйіршіктер қалдырмай араластыру керек. Мінекей жақсылап араластырамыз. Келесі тағы бір кесе ұнды қосып, үстіне разрыхлителден 1 шай қасық қосып араластырамыз. Ешқандай қамық қалдырмай, яғни артық ұн қалдырмай, жақсылап араластыратын боламыз. Менің арнамда көптеген пайдалы әрі оңай рецепттер өте көп. Арнама өтіп қараңыздар. Видеоның соңына дейін тамашалап, ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Арнаға тіркеліп қойыңыздар. Мінекей, бізде осындай керемет масса дайын болды. Өте қоймалжың. Енді дайын болған массамызды кекстің арнайы формасы болмаса, сұйық маймен осындай кішкентай кеселерді майлап, жақсылап майлап барлық шетін құйсаңыздар болады. Немесе кекстің арнайы формасына құйсаңыздар болады. Менде арнайы форма болмаған соң осындай кесеге құйдым. Мінекей жартысына массаны құйып, ортасына қалауларыңыз бойынша вареная сгущенка немесе шоколадты паста қоссаңыздар болады. Мен осылай жартысына дейін құйып алдым. Содан соң осындай рахаттың шоколадты пастасы. Дәмі өте керемет, рахат десе рахат қой. Осылай қосып, массаны бетіне толықтырып құйдым. Барлығын осылай жасап шықтым, өте дәмді болып шықты. Құрметті көрермендер, қазақша контент қолдап, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір лайк, комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды. Кесеге жабысып қалады, немесе кесе ыстықта сынып кетеді деген қорқыныштарыңыз болмасын. Себебі барлығы осылай жасап жүр. Мінекей, осылай барлығын құямыз. Біздің кекстарымыз өте үлпілдек, пышный болып шығады. Осылай жақсылап құйып аламыз. Шаймен ішкенге өте керемет, өте нәзік, үлпілдек болады. Осылай барлығын құйып аламыз. Мінекей, бетіне қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Шоколад жақсаңыздар да болады. Мен осындай мак септім.
ыдысымызға құйып дайындап алған соң 180 градус пеште 15-20 минут аралығында пісіреміз. Мінекей, біздің кекстарымыз пісіп шықты. Кесеге жабысып қалмайды. Міне.